Бәріңе сәлем. Бүгін Құрсаудағы қыз сериалында Хайри Ерсойдың рөлін сомдаған Жихангир Жихан туралы айтамыз. Сондықтан лайк басып, пікір қалдырып, арнаға жазылып, белсенді болайық. Жихангир Жихан 1989 жылы 18 қазанда Адана қаласында өмірге келген. Әкесі Елзактың, ал анасы Диярбакырдың тумасы. Жихангир Жихан орта мектепті бітірген соң Стамбулға келіп 2,5 жыл актерлық білім алып, кейін Аданаға оралды. Актерлық мансабына дейін ол үйлену тойының фотографы және даяшы болып жұмыс істеген. 2015 жылы Жүсіп фильмдегі Сердар есімді кейіпкердің рөлін сомдап киноға қадам басты. Кейін интернет сериалы ретінде көрсетіле бастаған Сыпырби атты сериалдағы Джио Баба рөлімен көрерменнің ыстық ықыласына бөленіп, үлкен серпіліске қол жеткізді. 2019 жылы Шүкір телехикаясына түскен Жылан аз уақыт ішінде сериалдың танымал кейіпкерлерінің біріне айнала алды. 2020 жылы Алев телехикаясында Өмер Атайжының рөлін сомдап, Демир Эвгар, Қазар Эргүчлүү, Дилан Чичек Дениз, Беркай Атеш, Сухал Олжай сынды танымал актерлармен тізе қосып бірге ойнады. 2021 жылы Канал Ди арнасында көрсетіле бастаған Құрсаудағы қыз сериалында Хайри Ерсой есімді персонаждың кейпінде көгілдір экранға шықты. Бүгінгі таңда Инстаграмда 2 миллионнан астам оқырманы бар актер өз талантымен түрік көрермендерінің сүйікті адамына айналып үлгерді. Достар, Жихангир Жиханның өмірі туралы ақпарат ұнады ма? Олай болса лайктарыңызды басып, пікір қалдырып, арнаға жазылып кетіңіздер.